Қайырлы күн, қазақ елі. Қазаққа қызмет ету жобасы аясында мен Шерхан Мұртазаның шәкірті ретінде біркем дүниені толықтыру мақсатында сөз тірілтумен айналысудамын. Қазаққа, қазақ ұлтының рухани жаңғыруы үшін және ұлттық кодымызды өзіміз тану үшін, сөздік қорымызды арттыру үшін мен тағы да бір сөзді сіздерге тірілтіп, қазақ ұлтына ұсынбақшымын. Бұл сөз мұрат деген сөз. Қазақтың барлық сөздік ғылымында мұрат деген сөзді мақсат деген сөзбен мәндес деп береді. Өздеріңіз білесіздер, Ресей қазақ ұлтын отарлауда ғылыми кірісті. Қазақ ұлтын отарлауда орыс ұлты, Ресей патшалығы, Кеңес одағы қазақтардың сөз өнеріне үлкен мән берген. Осы сөздің бірі бұл мұрат деген сөз. Мұрат деген сөз қазақтың мұратыңа жет балам деген баталы сөзінен бастау алады. Мұратқа жету дегеніміз не? Мақсат дегеніміз не? Біз қазақ сөздіктеріне талдау жасай келе, жаңа Қазақстанда есті адамдарменен ақылдаса отыра, сіздерге мұрат деген сөздің мән мағынасын талдай отыра ұсынамыз. Мұрат деген сөз бұл мақсат деген сөзден мүлдем бөлек. Бұның ауқымы кең. Өздеріңіз білесіздер, қазақ ұлтында әлемдік бәсекеге жарайтын ертегілеріміз көп. Және қазақ ұлтының ертегілері бұл қазақтың қазынасы. Мұрат сөзі бұл қазақ ертегілерінде мұрат сөзі былай келеді. Бай болып, бақытты болып, мұратына жетіпті деп аяқталады. Қазақ ертегілерінің барлығы. Олай болатында болса, мұрат дегеніміз не? Мұрат дегеніміз бұл жұмаққа кіру дегенді білдіреді екен. Қазақ ұлтының діннен алыстату саясаты арқасында мұрат деген сөзді мақсат деген сөзбенен мәндес қылып жазған. Бұны терминологияда, қазақтың сөздігінде барлық оқулықтарға, барлық мынау ағарту саласында бұл мұрат деген сөзді қазаққа мақсат деген сөзбенен мәндес қылып берді. Бұдағы мақсат не? Бағана өздеріңізге айтқандай, үлкендерінің қолына су құйған балаға қазақтар мұратыңа жет балам деп бата береді. Мұрат дегеніміз не? Бағана мен айтқандай, бұл жұмаққа кіру дегенді білдіреді. Біздің қазақ екі дүниенің қызығын көр балам деп те бата береді. Яғни бұл дүниеде мақсат бар. Мақсат бұл осы өмірге тән сөз. Мақсат дегеніміз бұл сіздің мамандық иеленуіңіз, болмаса сіздің бай қуатты болуыңыз, бұның барлығы мақсатқа жатады. Ал мұрат дегеніміз бұл рухани болып табылады. Бұл қазақ ғұрпынан кейінгі, адамның өмірден өткеннен кейінгі болатын үлкен адамның негізгі көздегені. Адамның негізгі көздегені мұрат. Мұрат дегеніміз не? Адамның көздегені біздің қазақ ұлты. Қазақ ұлты бұл мұсылман ғой. Мұсылман болатын болса, яғни мұратқа кіру борыш болып табылады. Ал егерде қазақ ертегілерінде цензураның кезінде бай болып, бақытты болып, мұратына кіріпті десе, онда қазақ жазушыларын діни қудалауға алатын еді. Көрдіңіздер ме? Осы сөз үшін алаш зиялылардың көбісі қудалауға түсті. Әсіресе бұл сөздікті біздің қазақтың мынау Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов,
мінекей Тұрар Рысқұлов, Шерхан Мұртаза, мінекей бұл кісілер мына қазақтың сөздігіне үлкен үлес қосқан Ахмет Байтұрсыновтар. Мінекей бұл сөз мұрат деген сөз. Адам бұл өмірінде мұратқа жету үшін адам жақсы іс-әрекеттер жасайды. Адам қоғамға қайырымдылық жасайды. Осы асыл істер арқылы екінші әлемде адам мұратына жетеді. Көрдіңіздер ме? Мұрат дегеніміз бұл ауқымды мәселе. Қысқа да нұсқа айтатын болсақ, мұрат деген сөздің мәні жұмақ деп беріледі. Ондай болатын болса, ескі адамдардың ескере жүретін сөзінің бірі мұрат. Рухани жаңғырған жаңа Қазақстандағы бауырларым, сіздер бағыт бағдарларыңызда айқын біліңіздер. Мұрат деген сөз бұл жұмаққа кіру дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? Мынау тәңіршілер менен бір жыныстылар көбейген кер заманда сөзді тану, ата-баба жолына қайта түсу бұл қазақты тірілтумен бірдей болады. Өздеріңіз білесіздер, Мұхтар Әуезов пенен Қаныш Сәтбаевқа қай ғылымды сақтап қалу дегенде қазақтың тілі, қазақтың әдебиетін сақтап қалу керек деген. Қаныш Сәтбаев жолыменен сіздерге мұрат деген сөзді айқын білу керек. Сөздер ме? Яғни мұратына жеткен адам ол жұмаққа кірген адам. Түсініздер ме? Бізді жартылай тәрбиеледі Кеңес одағында. Қалай тәрбиеледі? Тек қана мақсат берген. Мақсат дегеніміз бұл өмірде қол жеткізетін, алға қойған жоспарлы іс-әрекеттің барлығы ол мақсат. Ал мұрат бұл жұмаққа кіру. Қазақ елінде қасиетті қазақ ұлтыма екі дүниенің жақсылығын тілей отыра, мұрат деген сөзді қолданып тірілтуді ұсынамын. Сөз түзелсе, ел түзеледі деген Хакім Абай жолыменен мұрат деген сөзді 10 жыл зерттеп, зерделеп, Мекемтас Мырзахметов сияқты ғалымдарымызбен ақылдаса отырып, сіздерге ұсынамын. Олай болатын болса, есті қазақтар, өмірге бағыт бағдар беретін мұрат деген сөздің мән мағынасын біліп, мұратқа жету жолында қазақ ұлтына қызмет етейік. Сонда бағана қазақтың ертегілерінде бай болып, яғни осы өмірде мақсатына жетіп, бақытты болып, сапалы өмір сүріп, екінші әлемде жұмаққа кіру дегенді білдіреді. Біздің қазақтар бір әлемменен шектелмеген. Екі әлемді ойлаған қазағым, осы екі сөзге аса мән беріңіздер. Яғни сіздер өз мұраттарыңызға жетуді түсініңіздер, бағдарланыңыздар, бағыттарыңызды айқындаңыздар. Баршамызға мұратқа жетуді ұлы Алла нәсіп етсін.